7 қыркүйек күні Бөрлі ауданында іскер әйелдер форумы өткен болатын. Мұндағы мақсат отбасы институты мен отбасылық құндылықтарды жетілдіру, әйелдердің іскерлік белсенділігін арттыру, құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту болып табылады. Өткен форумның тақырыбы жаңа Қазақстан жасампаз әйел. Шарада ауданның әр саласында қызмет етіп жүрген әйелдер бас қосты. Форумның мақсаты осы ауданымыздағы әр салада еңбек етіп жүрген белсенді әйелдердің басын қосу, аналар кеңестерінің төрайымдарын, кәсібін ашқан, өз кәсіпкерліктерін дамытып отқан белсенді әйелдер, қайырымдылықпен, волонтерлік қызметпен айналысып жүрген әйелдердің барлығын басын қосып, біріктіріп, осы бір алаңда жаңағы бала тәрбиесінде, отбасы тәрбиесінде қандай мәселелер бар. Мысалы, мектеп басшылары да шақырылып отыр. Сол мектептің бала тәрбиесінде ата-аналармен қарым-қатынаста қандай мәселелер бар, соларды талқылау. Сондай-ақ жаңағы бала күтімінде отырған әйелдердің белсенділігін арттыру, өз кәсіптерін ашу деген сияқты. Және де осы біздің ауданымыздағы аналар кеңесі, сол аналар кеңесінің беделін арттыру, және бүгін осы алаңға жиналған белсенді әйелдердің барлығын осы бір мақсатқа, бір аналар кеңесінің төңірегіне жұмылдыру. Аудан басшысы өз сөзінде ауданымызда атқарылып жатқан іс-шаралардың басым бөлігі әйелдер қауымының қатысуымен іске асырылып жатқандығын атап өтті. Қазір біздің қоғамымызда атқарылып жатқан барлық игі істер әйел адамдарының үлесінсіз елестету мүмкін емес. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев атап өткендей, егемен елімізде әйелдер қауымы үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Нәзік жанды әйелдер отбасының көркі ана болып қоймай, еңбекте баршаға үлгі, бизнесте табысты еңбек етіп, маңызды мемлекеттік құрылымдарды басқарып, барлық қоғамдық саяси істерге белсене қатысып келеді. Қасиетті отбасы ошағының отын үзбей, халқымыздың дәстүрі мен салт санасын, мәдениетін, тарихы мен тілін қастерлеп, балаларымыздың бойына дартып отырғанда сіздер әйелдерсіздер. Әрі қарай Еркебұлан Нұриддинұлы аудандағы бірқатар белсенді әйелдерге алғыс хат табыстады және екі туған күн иелерін мерейтоймен құттықтады. Форум спикері білім беру бөлімінің әдіскері отбасылық құндылықтар жөнінде бала тәрбиесі мәселесінің маңыздылығына тоқталды. Бүгінгі қоғамда әйел аналарымыздың да алатын орны ерекше. Біздің қазіргі қоғамымызда әйел тек отбасының береке бірлігін ойлайтын тұлға ғана емес. Ол мемлекетіміздің өмірге және саяси мәселелеріне белсенді араласатын қоғам мүшесі. Бүгінгі форумға ауданымыздың ең белсенді әйелдері, аналары, апаларымыз қатысып отыр. Өз балаларын үшін жанын беретін, өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі күрделі мәселелерді шешуге белсенді қатысатын педагогтарымыз бар осы жерде. Бөрлі ауданының білім беру мекемелерінің саны 24 мектебіміз бар. Онда оқитын балалар мен жасөспірімдердің саны 9918 оқушы. Бөрлі ауданы мектептерінде бала тәрбиесіне қатысты маңызды мәселелер ата-аналар жиналысында, әкелер, аналар, ата-әжелер форумында көтеріледі. Бүгінгі өтіп жатқан форумның ерекше мәні бар. Дәл осы қоғамда қазақтың бойына біткен асыл қасиеттері бізден алшақтап бара жатыр. Сол алшақтың орнын толтыруға аналар үлкен үлесін қосады. Бөрлі аудандық аналар кеңесінің төрағасы Әтір Идгеева отбасы құндылықтарын насихаттау бағытындағы жұмыстарға тоқталды. Кеңес консультативті кеңесші орган болғандықтан келесі мақсаттарды көздейді. Отбасы институтын нығайту, өскелең ұрпақты тәрбиелеу, жастар арасында Қазақстан халқының мәдениетін, салт дәстүрлер мен әдет ғұрыптарын насихаттау бойынша жұмысты жетілдіру. Үлгілі отбасылардың тәжірибесін, ұлттық салт дәстүрлер мен әдет ғұрыптар аясында балаларды тәрбиелеу, ісіндегі әжелер мен аталардың тәжірибесін жинақтау және тарату. Азаматтық қауымдастық, қазақстандық патриотизм, рухани, мәдени өзара ықпалдасу негізінде жастар арасында қазақстандық сәйкестілікті қалыптастыру мен нығайту болып табылады. Сонымен қатар ауданымыздың қоғамдық саяси өміріне белсене араласып жүрген қыз-келіншектер аз емес. Ер адамдармен қатар жұмыс істеп, жеке ісін дамытып, саясатқа, экономикаға және басқа да салаларға үлес қосып жүреді. Солардың бірі ана, кәсіпкер, аудандық мәслихат депутаты, тіс емханаларының директоры Алма Елеусінова. Моя тема – роль женщины в развитии бизнеса.
Менің тақырыбым кәсіпті дамытудағы әйел адамның рөлі. Айта кеткім келіп тұр, әйел адам өз орнын таппаған бірде-бір сала түрі жоқ. Барлық жерде әйел адам жүреді және сапалы жұмыс жасайды. Ең алғашқы орында әрине отбасы, ал отбасы дегеніміз қоғам негізін құрайтын кішкентай мемлекет. Форум спикерлерінің сөзінен соң спикерлерге және мемлекеттік грантқа ие болған кәсіпкер әйелдерге Бөрлі ауданы әкімінің орынбасары Алтай Тоғжановтың атынан алғыс хат табысталды. Шара соңында Жаңыл Чугерованың орындауындағы музыкалық композиция қойылып, барлық қонақтар фуршетке шақырылды. Анаргүл Көшербаева, Майя Мирова, Азамат Бабагөжиев, Қарышқанақ телеарнасы.